309 жыл бойы ұйқыда болған бір топ жігіттердің үңгіріне сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір біз Иордания Хашимит корольдігінің астанасы Амман қаласының оңтүстік шығыс бөлігіндегі 7 шақырым алыстықта орналасқан Рақим ауылындамыз. Рақим бұл Құрандағы толық Кахф сүресінде үңгір иелері деп аталатын оқиғаға арнау болған мекен. Қабірлердің саны, олардың 4-еуі үңгірдің оң жағында, ал 3-еуі сол жағында орналасқан. Қазір Алла қаласа сол тарихи үңгірдің ішіне кіріп, сүреде баяндалған қисса жайында толығырақ мәлімет беруге тырысамыз. Міне үңгірге кірдік, ал енді қиссаны баяндайтын болсақ, басынан бастап бұл қисса Мариям ұлы Иса пайғамбардың заманынан кейін Рим империясына қарасты бір қаладағы Аллаға иман келтірген жігіттер туралы айтылған. Сол жігіттер тұратын қаладағы қауым Аллаға серік қосып, түрлі қолдан жасалған мүсіндерге табынатын, және Диқиянус есімді сол қаланың патшасы да Аллаға серік қосатын залым патшалардан еді. Сол адасқан қауымды жаратушының жалғыздығына шақырып жүрген әлгі жігіттердің хабары патшаға жетіп, оларды өзінің құзырына шақыртады. Әрі оларға егер діндерінен қайтпаған жағдайда бір күннен соң өлім жазасына кесетіндігін ескертеді. Алайда сол күні түнде бұл жігіттер Аллаға еркін құлшылық қылатын мекенді іздеп қаладан қашып шығады. Қаланың шыға берісіндегі жайлаудан бір ит оларға қосылып, түнімен жүріп, таңға жақын осы үңгірге жетіп, тынығып алуды ұйғарады. Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, бұл жігіттердің саны 7, ал ілескен ит олардың 8-шісі еді. Бір қызығы, Алланың құдіретімен сәл тынығып аламыз деп ойлаған жігіттер 309 жыл бойы ұзақ ұйқыға кетті.